Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қызымыз екеуміз наурыз көжені, ұлттық тағамның бірі наурыз көжені дайындайтын боламыз. Оған бізге перловка, овсянка, мына жерде жуып дайындап қойдық. Және де құрт, тұз, айран, тан, және де сүт керек болады. Ең бірінші біз мына жерге шамамен 4 литр бүгін наурыз көже дайындайтын боламыз. Оған 2 литр суды дайындап қойдық. Соған қазір қызым маған көмектесесің бе? Давай, Айдин. Біз бірінші перловкамызды жақсы етіп жуып, таза суға салып, біз қазір перловкамызды 1 сағат қайнататын боламыз. Енді біз геркулесімізді салатын боламыз. Перловкамыз пісуге қалды. Біздің перловкамыз пісуге жақын. Енді біз геркулесімізді салып, тағы қайнатып аламыз. Егер де су аз болса, үстіне қосуға болады. Наурыз көжеміз дайын болды.